Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Мен 30 жылдан аса еңбек тәжірибем бар. Тәриева Әсеткүл, білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. Өзімді таныстырып кетуді жөн көрдім. 30 жылдан аса Қуат шығыс медицина орталығын ашқан, көп жылдан халықпен бірге келе жатқан жанның бірімін. Ал енді бүгінгі темада осы ұйқысыздық туралы айтқым келеді. Қазіргі таңда ұйқысыздық өте көп. Жастарда да көп. Неге ұйқысыздық көп десеңіз, біз бірден кешінде жата салып ұйқыға кетпейміз. Жатып алып біз телефон қараймыз. Ол рас қой. Тіптен кейде өзімде де болады, жасыратыны жоқ. Телефонды қарап барып, мен қазір шаршап барып ұйықтаймын деп ойлайсың, негізінде ол ұйықтамаймыз. Әсіресе түнгі сағат 11 менен 2-2:30-ға дейін ұйықтаған адамның миы тынығады. Миы тынығады. Сондықтан телефонды азайтқаным жөн ұйқысыздыққа. Бір. Екінші, біздің жүйке жүйеміз шаршайды. Жүйке жүйеміз шаршайды. Содан кейін мына экологиядан да болады, күнделікті жағдайдан да болады, жұмыстан да болады. Көңілімізге алып қалатын жағдай болады. Содан кейін бізде қазір адамдардың психологиясы өте негатив жағына өзгеріп кеткен. Көп кісілерде, көп адамдарда, көп жастарда жақсы ойдан бұрын жаман ойды тез ойлаймыз. Біреуге жақсы айтудан бұрын жаман айтуды тез айтамыз. Сондықтан әсіресе өзіміздің аузымыз таза болса, біздің жүрегіміз таза болса, өзіміз де таза боламыз. Ал енді ұйықтай алмай қалған жағдайда, көп жағдайда қазір жаз айында су алып жүреміз ғой. Ыдысқа су алып жүреміз. Біздің қазір халықта үйреніп келе жатыр ол су алып жүруді. Ол судың ішіне қазір жалбыз шөбін салып қойыңыз дегім келеді. Я болмаса кішкене қан қысымы жоғары адамдарға қан қоюланып кетеді. Оған долана кәдімгі. Долананы салып, 2-3 шиповниктің жаңағы итмұрын дейміз, соны салып, долана салып, әсіресе қан қысымы жоғары адамдарға лимонның бір тілімін салып, суды құйып, соны ішіп жүрсеңіздер, ол да өте жақсы болады. Енің кейін айтамын, тек қана суды іше берген кезде кімнің бүйрегі қандай, зәрді қалай шығады. Кейбіреудің бүйректерінде өте көп ісік пайда қылып, бүйректегі уытты түгел шығармай, кератині көбейіп кететін жағдайлар болады. Я болмаса тіптен бүйрегі зәрді көп шығармай, адам сынып кеткен жағдай болады. Енді кейбір кісілер алдыма келіп жатады, мысалы мен суды көп ішемін, бірақ отырып жұмыс жасаймын. Суды көп ішемін, бірақ зәрге көп бармаймын, кіші дәретке дейді. Сіз отырып жасайсыз ба, жоқ жүріп жүресіз бе? Отырып жасаймын дейді. Әрине сіз суды іштіңіз, қимыл жоқ болғаннан кейін ол зәрді қан айдай алмай қалады. Естеріңізде болсын. Сондықтан содан кейін болмаса біреу су іше салады да әжетханаға жүгіреді. Ол неден? Сіз түгел қан айналысының дұрысталмағандықтан. Сонда сіз суды іше салдыңыз, зәрге жүгіріп бардыңыз. Қанның ішіндегі зәрде уды түгел алып шыға алмай қалады. Ол неден? Ол сіздің бүйректеріңізден, жүректеріңізден болады, қанның қоюлығынан болады. Сондықтан қанды сұйылтып жүрген дұрыс болады. Енді бүйрекке мен не үшін судың ішіне долана салыңыз, шиповник салыңыз деп, итмұрынды салыңыз. Қан қысымыңыз төмен болатын болса, лимон салудың қажеті жоқ. Лимон салмай-ақ қойыңыз. Қан төмен болып жатса. Ал төмен болмаса, жаңағылардың барлығын салып, жаңағы ішетін болсаңыз, итмұрын мысалы сіздің бүйрегіңізге жақсы болады. Долана сіздің жүрегіңізге жақсы болады. Жалбыз сіздің жүйке жүйеңізге жақсы болады. Сондықтан сол суды өні бойы ішіп жүріңізші. Өні бойы ішіп жүрсеңіз, ешқандай зиян көрмейсіз. Қайта пайда көресіз. Содан кейін ұйқыңыз тыныш болады. Көңілді болып жүріңіз деп айтсақ, ол артықтау болатын шығар. Біреудің көңіл күйі жоқ болады, біреу қаралы болып көңіл күйі жоқ болып жатады. Біреу болмаса үй жағдайындағы, отбасы жағдайындағы жағдайлар, жұмыс жағдайындағы жағдайға байланысты көңіл күйі жоқ болып жатады. Әрине, оны жеңе білу керек. Жеңе білу керек. Өзіңді жеңе білсе, ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деген сөз бар. Сондықтан ашудың дұшпан екенін біліп, сол біздің жүйке жүйемізді сақтасақ, онда ұйқымыз біздің түзеледі. Және де көп жүру керек. Қимыл әрекет дейміз, массаж жасап, қимыл әрекет жасап, былай басты айландырып не қылып жүретін болсаңыз, онда сіздің мына остеохондроз аурулары, тұз жиналған аурулар дейміз ғой, соның бәрінен жеңіл боласыз. Ол мына ұйқысыздықтың өзі остеохондроз ауруынан да ұйқысыздық келеді. Қан тамырыңыз қысылады, жіңішкереді,
оның бәрі ұйқысыздыққа апарып соғады. Сондықтан ұйқысыздықтың алдын алғанымыз жөн болады деп есептедім сіздерге. Мен айтқан еңбек тәжірибемдегі қарапайым рецепттерменен пайдаланыңыздар дегім келеді. Қимыл көп болсын, жүру көп болсын, қайткен күнде де жаңағы соның бәрін істеп отыратын болсақ, біз ауырмайтын боламыз. Ұйқымыз дұрыс болады. Мен сіздермен біргемін.